Баршаңызға сәлем қыздар. Мінекей біз бүгін жаңадан қазір кәсіп қылып бастап жүрген осы құрт және орехтің осы бизнесі туралы сіздерге қазір көрсетіп кеткім келіп тұр. Бұл жерде бізде мінекей құрт, бұл жерде менде қазір 2 килограмм тұр. 2 килограмм құрт, яғни 1 килограммда менде 70 шақты құрт шықты, яғни екеуі 140-тай құрт болды. Мінекей размеріне де байланысты болады. Қанша штук шығуы, яғни мен 4 штуктан осыны бөлетін боламын. 4 штуктан бөлген кезімде менде 17 штуктай пакет шығады. Яғни біз бұл құрттың килограммын өте ең арзан жерін тауып алып барып жасауымыз керек. Егер ең арзан жерін таппасаңыз, сізге бұл тиімсіз болады. Сіздерге бұл құртты енді упаковкалау үшін осындай мінекей вакуумный осындай пакеттер қажет болады. Осы вакуумный пакеттерге құрттарымызды 4 штуктан немесе 6 штуктан немесе 8 штуктан өздеріңіздің қалауларыңызша қалай бөлесіздер, солай салатын боласыздар. Яғни осы пакетті де дәл соған арнап лайықтылап кесетін боласыздар. Және соның ішіне вакуумге салған кезде жиырылатын жерін де қосып жасауларыңыз қажет болады. Және де тағы бір айта кететін нәрсе, құрттың неғұрлым размері кішкенелеу болғаны жақсы. Яғни сіздерде мысалы мына жерде менде 4 штук құрт, 4 штук құрт мінекей үлкен 4 болды. Ал егер де сіздер 6-8 қылғыларыңыз келсе, бір пакеттің ішінде ондай болса кішілеу құрттардан алатын боласыздар. Ары қарай өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Қасына қазір білесіздер, қызыл неше түрлі құрттардың түсі бар құрттар бар, мысалы соларды да араластырып жасауға болады. Енді оның барлығы да өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты жасалатын болады. Және ескерте кетейік, егер де сіздің қалаңызда құрттың килограмм қымбаттау болса, онда сіз жақсы пайда көруіңізге болады. Бірақ сіздің алатын жеріңіз өте арзан болу керек. Сондықтан сондай жерді іздеп қарасаңыздар болады. Мінекей мына жерде менде вакуумный пакеттің 12-5 деген размері. Сіздер 12-5 не болмаса 15-5 деген размерлерін алсаңыздар болады. Мен 4 штук құрт салатын болғаннан кейін 12-5 деген размерін алдым. Мінекей бұл өзі 5 метр болады ұзындығы. Сіздердің көздеріңізше қазір ашып көрсетіп жатырмын. Яғни бұл жерден 100-ден аса штук пакет шығу керек. Яғни сіздер бұны өздеріңізге керек өлшемде қырқып аласыздар. Сондықтан нешеу шығатыны өздеріңіздің жасаған жұмыстарыңызға байланысты болады. Мінекей қараңыздар, осындай болады пакеттіктер. Мен 4 құртқа арнап кесіп алатын боламын. Яғни 4 құрт ғана кететіндей етіп. Ал егер де сіздерде жаңа айтқанымдай көп болса, онда үлкендеу етіп кесіп алыңыздар. Және бізге міне осындай вакуумный упаковщик қажет. Мінекей қараңыздар, бұның да түрлері өте көп. Біз именно осы түрін қазір пайдаланатын боламыз. Ал ендеше қазір сіздерге мен қырқып көрсететін боламын, қалай жұмыс жасау керектігін. Және де бір құртымызды тағы да упаковкалеп көретін боламыз. Мінекей мен 4 құртты сиятында етіп кесіп жатырмын. Және екі жанында бізде бұл ашық болады. Сондықтан бір жағын кілейлейтін болғандықтан соның барлығын есептеп қырқуларыңыз қажет болады. Мінекей екі беті де қазір тесік болып тұр. Осының екінші бетін міндетті түрде кілейлеп аламыз қазір. Яғни құртымыз түсіп қалмайтындай етіп. Мінекей осылай қойып, аппаратымыздың бетін жауып, дәл осы жеріне бір кілейлеп аламыз. Мінекей қыздар, қараңыздар, біз кілейлеп алдық, жабылды асты. Мінекей қараңыздар, ешқандай еш нәрсе түспейді. Енді ішіне құртымызды саламыз. Сосын кейін барып екінші бетін жабатын боламыз бұны да. Енді қалай қою, қанша қою жаңа айтқанымдай өздеріңізге байланысты. Мінекей біз осындай 4 құртты салдық. Енді вакуумдеп ауызын кілейлейтін боламыз. Осылай қойып, бетін жауып, өздеріңіз аппараттарыңыз қандай екеніне байланысты осылай вакуумдеп аласыздар. Қыздар, және де мына қараңыздар, қалай жиырып алды, осылай ауасын сорып алады. Ішіне сосын кейін барып аузын кілейлейтін боламыз. Және де
Қыздар, айта кететін нәрсе, әркімнің аппаратында кнопкалары әртүрлі басатын. Сондықтан әрқайсыңыз өзіңіздің аппараттарыңызға байланысты басатын боласыз кнопкаларында. Бұл жерде менде 3 кнопка қазір жұмыс істеп тұрған. Мінекей, қараңыздар, осылай жиырылып қалды пакетіміз, ішінде құртымыз қалды, ішінде ешқандай ауа жоқ. Егер де мынандай артық жері болса, осылай алып тастаймыз артық жерін. Кішкене видін құртпас үшін, және де бетіне өздеріңіздің визиткаларыңызды жабыстырсаңыздар болады. Визитканы енді жабыстыру өздеріңізге байланысты, өз еріктеріңізде яғни. Енді осы вакуумный упаковщик туралы айта кетейін. Бұл аппаратты енді сіздер қайдан аламыз деген сіздерге сұрақ туса, бұл Каспий магазиннен іздесеңіздер толып тұр. Ол жерде де неше түрлісі бар. Енді әртүрлі формада, әртүрлі түсте деген сияқты. Егер де тез шамалы кішкене арзандауын іздейтін болсаңыздар, бірінші бастағанға деп, онда осы бізде ғана чудо товар деген бар. Ол біздерде Қытайдың товарлары, чудо товар деген тек қана Қытайдың заттарын сататын магазиндер бар. Мінекей сондай жерден аласыздар. Сол жерде бар. Мен өзім чудо товар Қызылорда деген жерден алдым. 9,5 мың теңге тұрады екен осы аппарат. Және осы вакуумный пакетті де бірге сатылады. Яғни бұны да сол жерден сатып аласыз. Бұл жаңа айтқанда 12,5 деген размері, мінекей. Бұл осы тұрысы 2,5 мың теңге тұрады. Бұдан үлкендеу 2,800 теңге тұрады. Осы 2,5 мың теңге тұратын осы пакет сіздерде мысалға қырқуларыңызға байланысты енді қанша штук шығатыны. Егер де мен қырқып жатқан көлемде қырқатын болсаңыздар, сіздерге 100 шақты пакет шығатын болады бұл жерден. Яғни жаңа айтқанымда, егер бұл аппаратты іздейтін болсаңыздар, сондай магазиндерден іздесіне, болмаса Қытайға заказ беріп алдырсаңыздар да болады қымбаттауына. Және на пакеттерде сол магазинде бірге сатып алатын боласыздар. Ал егер мінеке құртқа келетін болса, құртты енді іздеп табу енді өздеріңізге байланысты. Егер де сіздер өздеріңіз үйлеріңізде құрт жаятын болсаңыздар, онда тіптен керемет. Яғни сіз пайданы 2-3 есе көресіз. Яғни ұштықтап сатқаннан ұтасыз. Сіз 1 килограмм емес, 1 килограммнан 2-3 килограммның ақшасын шығарсаңыз болады. Ал егер де өзіңіз үйіңізде құрт жаймайтын болсаңыз, ондай болса, бұл құрттарды сіздер арзан точкасын табуларыңыз керек. Яғни көбінесе бұл құрттар Шымкент жақта арзан болады екен. Себебі оған аржағынан Ташкент жақтан келеді. Сондықтан Шымкент жақта таныстарыңыз болса, сол жақтан іздеп тапсаңыздар болады. Яғни арзан етіп сататын жерім. Яғни 1800-2000 теңгеден алсаңыздар, сіздерге выгодно болады. Егер де сізде килограммын құрттың 3,5-4 мың теңгеден алсаңыз, онда сізге пайда болмайды. Сондықтан осы нәрсені ескеріңіздер. Мінекей. Және де мысалы Маңғыстау жақта арзан деп естідім. Сол жақта да 1500-1800 теңгеден құрттардың килограммы сондай деп айтылып жатыр. Енді мен оны білмеймін. Сондықтан осылай ізденесіздер өздеріңіз. Қай жерде арзан, сол жерден оптым алдыртасыздар өздеріңізге. Ал енді бұны қайда өткіземіз десеңіздер, бұл құрттарды сіздер осылай упаковкалеп магазиндерге өткізсеңіздер